Абай айтады ғой, адамның жаңағы кахмат кеудесі дейді. Мына кеуде біздің кахматты болу үшін, біздің кеудеміз ашық болу үшін балаға нұр құю керек. Ол нұр қаяқтан келеді? Ол ананың сүтімен келеді, әкенің қанымен келеді. Осы екі нәрсе дұрыс болу керек. Ай балам, ана біреудің затын алма. Балам, анау 40 үйге дейінгі қыздың барлығы сенің көршің. Көршінің қыздарына қарап қой, көзін қырын салып қой. Біреуден шошып қалмасын, біреу бір шашын тартып кетпесін. Мына аяғыңда да 40 үй, соның барлығы сенің құдай көршің, қоңсы отырған ағайының. Осылардың барлығына сен жауаптысың, балам. Ана кішкентай артыңа ергеннің барлығы інілерің. Соның барлығына сен қамқор болуың керексің. Сен соларға қамқорлығыңды көрсет, соларды қорға, солар бір жаза басып қалмасын деп 13 жасар балаға біз тапсырма беруіміз керек. Міне ұлттық құндылық деген осы еді. 13-тегі 14-тегі балдар жаудың қай жерде келе жатқанын біліп келетін еді. Қазір 15-тегі бала азанда жыламай тамақ ішпейді. Сол кезде барып біз қалқан ұстай аламыз. Біз идеологиямыз, ұлттық құндылығымыз, елжандылығымыз міне жат идеологияға қалқан болады.